Осы ситуация мені негізі ойландырып тастады. Шынымен дұрыс келдім ба дегендей бір моментте менде күдік болып қалды да, Шерханды таңдаған дұрыс таңдау болды ма деген сияқты. Енді мен көруімше жалпы Шерханға үміткерлер өте көп келеді, бірақ көбісінің үміті ақталмай кетіп жатады. Мүмкін ойлайтынмын, мәселенің бәрі Шерханда ма, әлде қыздарда ма деген сияқты. Бірақ мүмкін Шерханның оянбай жүрген қызығушылығын, өмірге деген бір отын, мүмкін мен оятатын шығармын деген ой болды. Мүмкін. Енді бізде көбісі сұрайды ғой, еркектің бойына бағалайтын үш қасиет деген сияқты. Ал мен жігіттің бойынан жек көретін үш қасиетіңізді айтыңызшы. Жек көретін үш қасиет. Өтірік айту. Өтірік айту. Балсыхан. Өтірік намыс деп айтайын. Одан кейін жалпы ер адам болып қалу керек қой, өз биігінде деп есептеймін. Бір сөзді болу керек деп есептеймін. Балсыхан. Меруерт, қош келдіңіз. Өте әдемі қыз екенсіз. Көрініп тұр өзіңізге сенімді қыз екеніңіз. Бірақ сіздің жаңа бір сөзіңізде қалып кеттім да, мүмкін сондай бір қызды жоқтырмаған шығар, мүмкін мен өзгертетін шығармын деп айтып жатсыз. Бірақ та мен сізге бір андай көңіліңізге су сепкендей болмай қойын, бірақ та ер азаматты ешқандай қыз өзгерте алмайды деп ойлаймын да, егер өзі өзгертпесе. Жаңа айта кеткендей, мына жерде бір қызды жылатып, сол нәрседен рахат алатын ер азамат, ол нәрсе уже ауруға айналып кеткен да, бұл Шерханда. Өйткені о нәрсе бұған недостаточно болып, қазір итак жылап отқан қызды одан беспетер тағы да түсіріп, тағы да одан беспетер унижать етіп жатыр да, содан рахат алып отыр да. И алдағы уақытта сіз өзіңіздің уақытыңызды, энергияңызды және де психикаңызды құртып аламын деп ойламайсыз ба осы қарым-қатынастан, таныстықтан? Өйткені мен ойламаймын, Шерхан таныстыққа дайын, немесе бір ғашық болуға дайын, қызды сыйлауға дайын деп ойламаймын да. Өйткені жаңа сіздің алдыңызда ғана көрген оқиғада екі қызға да сыйластық көрсеткен жоқ. Жоқ, мынандай мәселе ғой. Егер Шерхан ондай қарым-қатынасқа дайын болмаса, онда бұл жерде не үшін отыр деген сұрақ. Мен болмасам да басқа да үміткерлер келеді. Сонда оның барлығын осылай қайтара бересіздер ме? Сіздің де көңіліңіз су сепкендей басылады, үмітіңіз ақталмайды деген сияқты. Жоқ, просто мына жерде менің қарным ашып отырғаны, сіздер сияқты достойны қыздарды мына жерде жылатып отырғаннан кейін мүмкін ойланып көрерсіз деген сияқты мен сізге сондай үндеуді тастап жатырмын да. Шолпан, мынандай ғой. Өйткені Шерханға шамалы біраз өз-өзімен жұмыс жасау керек сияқты да. Өткен қыздардың барлығына бір обиженный сияқты ма, сол обидалардың бәрін жіберіп, шамалы қыздарға қыз ретінде қарап, еркектік бір сыйластығыңды, қадамдарыңды көрсетсең, сол кезде бұндай әңгімелер болмайтын еді деп жатқаным ғой. Осы қашан ондай нәрселер көрмегеннен кейін не көрдік, соны айтып жатырық. Дұрыс айтасың, бірақ болады ғой адамда ше, сен енді қазір өзің өткенде мен сенің тарапыңа кішкене артық кетіп едім, неге сен өйстесің дедің. Ал сен енді айтып отқан әңгімең мынау да, ауру бұл деген нәрсені. Сен уже мені сол ауруды маған жанастырып тастадың да. Ондай нәрсе керек емес. Қазір мен айтсам, сен ренжи